Өміріңізді шағым кітабына айналдырмаңыз. Барға қанағат етіп, әр нәрсеге шүкір деңіз. Өмірдің өзі мұз айдын. Сырғанай алсаң шығасың, сырғанай алмасаң сынасың. Ойын жүйелей алмайтын жан өмірін де жүйелей алмайды. Бұл өмірде барлық нәрсені білемдеу күпіршілік. Әйтсе де білген сайын өмір күрделене беретіні ақиқат. Әркім әрдайым өз өмірін жақсартқысы келеді. Өмірі сол жақсыға жеткеннен кейін одан сайын жақсартқысы келеді. Түпкі мақсаты бір тұтас болу емес, көпшіліктен ерекшелену. Өзімізді бір орында ұстап тұрған жалғыз адам өзіміз ғана. Өз арман мақсаттарымыздың бетін қайтарып жатқан өзіміз ғана. Өз бағымызды байлап жатқан, сананы шектеп жатқан, өзімізден жасанды мүгедек жасап жатқан өзіміз ғана. Екі өмірде де бақытты болуға кедергі өзіміз ғана. Біз қателесеміз және қатені мойындаудың орнына өмір бойы өзімізді ақтаймыз. Біз басқаларды, ортаны, өз жағдайымызды кінәлаймыз. Оның орнына біз неге бұлай айтпаймыз? Мен өз өмірімді өзім басқарып келдім. Менің миымдағы ойларды басқаратын жалғыз менмін. Және дәл қазір менің кім екенім, қандай екенім, менің өзіме өзім жасағаным. Тағдыр сіздің миыңызда жазылған. Миыңызды қағаз деп елестетіп, өз тағдырыңызды өзіңіз жазуға байқап көріңіз. Осыны мақсат қылып алыңыз. Бұл сіздің өмір не тағдыр атты кітабыңыз, және ол әрқашан өзіңіздің қолыңызда. Егер сіз әрқашан өмірге күле алсаңыз, өмір әрқашан сізге күледі. Өлімнен емес, өмірді зая өткізуден қорқу керек. Адам өмірге ессіз болып келеді, есалаң өмір сүреді, есі кіргенде өледі. Күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкіге қалу өлім. Бұл күндер міндетті түрде өтеді, тіпті басым бөлігі өтіп кетті. Онда еш болмаса қалған өміріңнің қадірін біл. Өмірдің қас жауы қайғы мен зерігу. Парасаттылар өз өмірінен ләззат алады. Бос уақытын дұрыс игереді. Ақымақтар бос қалуға төзбейді. Бос уақыт оларды зеріктіреді. Сондықтан олар пайдасыз ойынмен көңіл аулап, уақыттық рахатқа салынады. Адамдарды қуаламаңыз. Сіздің өміріңізге шынымен тиесілі адамдар сізге келіп, сізбен бірге қалады. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер медік, тәттіні бермесе, ащыны білер медік. Біз бұл өмірге қонақпыз. Бір күні біз ешқашан оянбайтын күн келеді. Сондықтан әрбір сәттің қадірін біл. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Өзіңді бағала, өзіңді сыйла. Адам жас қосқан сайын ақылы толысып жетіледі екен. Мысалы, $300 тұратын сағат пен $30 тұратын сағаттың еш айырмашылығы жоқ екенін түсінемін. Қандай сағат тақсақ та, сағат тілі бірдей санды, бірдей уақытты көрсетеді. Айырмашылығы жоқ. Құны $150,000 тұратын көлік немесе $30,000 тұратын
көлік айдасаң да, баратын жол мен жететін жер бір. Тұратын үйдің ауданы 300 немесе 3000 шаршы метр болса да, егер жалғыз болсаң, маңызы жоқ. Адам бәрібір жалғыз келіп, жалғыз кетеді. Сіздің нағыз ішкі бақытыңыз осы дүниенің материалдық нәрселерінен тұрмайды. Сіз бизнес класста ұштыңыз, немесе эконом ұшақта ұштыңыз, маңызды емес. Егер ұшақ құласа, бәрің бірге құлайсың. Бұл өмірде сені таңдай алатын, сенімен әр кез сөйлесе алатын адамың бар болса, нағыз бақыт сол. Бірақ қанша миллиардтаған ақшасы бола тұра, ауруына ем таба алмаған Стив Джобстың айтып кеткен соңғы біршама сөздері адамдарды ойландыратыны сөзсіз. Ақылсыз адамдар өзге адамдарды талқылайды. Жақсы адамдар болған жағдайларды талқылайды. Ұлы адамдар идеяларды талқылайды. Еңбек етсең тоқтамай, биікке өрлеп шығасың. Ақыл менен іс қылсаң, өмір ғажап ұғасың. Көп ақымақтарға жол беріп алғанымызды мойындамай тұрып, бізге ақыл кірмейді. Құмарлық көп рет ақылдыны ақымаққа айналдырады. Ақымақтарға ақыл салатын кезі де аз емес. Құмарлыққа әділетсіздік пен пайдакүнемдік сондай тән. Сондықтан оған сену қауіпті. Тіпті ақылға сыйымды болып тұрса да, сақтанған абзал. Жүрек үнемі ақылды ақымақ қылады. Өмірді қиындатпа. Егер адам білімі мен ақылын, жалпы мидың күшін басқа да болмайтын ойларға емес, тек нәтиже беретін істерге жұмсаса, оның өмірінде қиындық аз кездесер еді. Сонда өмірінде ауыр ойлар туғызатын дүниелер мүлдем болмауы да мүмкін. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Ақылды адамға ең ауыр жаза мақтай беру, мақтай беру. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Естіге айтқан ақыл сөз шыңға тіккен тумен тең. Ессізге айтқан ақыл сөз құмға сіңген сумен тең. Кеше мен әлемді өзгертуге тырысатын өте ақылды адам едім. Ал бүгін өзімді өзгертуге жұмыс жасайтын қарапайым адамға айналдым. Ақылдың аз бөлігі ғана қажығандықтан алжиды. Олардың көпшілігі қолданылмағандықтан тозады.